Жапонияның Кюсю аралында жер сілкінді, магнитудасы 7,1. Жойқын зілзаладан кейін цунами қаупі жарияланды. Жағалау тұрғындарына сақтықты күшейтіп, шұғыл қызметтердің хабарламаларын қадағалауға кеңес берілді. Кеш жарық көрермен, 7-ші арнада жаңалықтар, алдымен басты тақырыптарға тоқталайық. Көшеде абайлап жүріңіз. Павлодарда төбеден мұз лақтырып, балалы келіншектің басын жарғандар іздестіріліп жатыр. Полиция қылмыстық іс қозғады. Тәртіп сақшыларының айтуынша, мұзды жоғардан ойнап тастаған бала болуы мүмкін. Екеуі де оянды. Тәтті түс көріп жатқан көліктің иесімен бірге айдап кеткен барымташының иесін полицей жиғызды. Ақмола облысында ашық қалған көлікті көрген күдікті қожайынымен қоса ұрлап кеткен. Енді қаскөйдің жазасы қандай болмақ? 68 тонна су шашылды. Батыс Қазақстан облысында орман өртеніп, тікұшақ аспаннан шелектеп су төкті. Жер көрінбейтін қою түтін тұрғындарды біраз әбігерге салған. Қауіптің беті қайтты ма? Төбесі қисайған мектеп. Солтүстік Қазақстан облысы Белай ауылындағы ескі ғимараттың орнына жаңасы салынып жатыр. Аймақтағы 14 білім ошағы күрделі жөндеуден өтті. Жаңа оқу жылы қарсаңындағы қарбалас жайында тілшіміз айтады. Енді адаспайсыз. Алматы тауына апаратын соқпақ жол цифрланды. Кемпинг қайда, бұлақ бар ма деп сандалмайсыз. Бәрі қолыңыздағы телефонда тайға таңба басқандай көрсетіліп тұр. Тіпті тегін аудиогид қызметі де бар. 7-ші арнада кешкі жаңалықтар. Оксана Петерспен. Павлодарда аптап ыстықта көктен мұз құлады. Тұрғын үйдің жоғарғы қабатынан құлдилаған мұз кесегі көшеде кетіп бара жатқан әйелдің басын жарған. Ол сол сәтте сәбиін серуендетіп жүрген. Оқиға бейнебақылау камерасында сақталған. Әйел ауыр жарақатына қарамастан баласын ұстап қалуға тырысқан. Дәрігерлер зардап шегушінің миы шайқалғанын анықтап, басындағы жараға бірнеше тігіс салған. Оқиғаның болғанына 1 айға жуық уақыт өтсе де, кінәлілер әлі жауапқа тартылмаған. Әйелдің туыстары күдіктілерді өз күшімізбен іздеуге мәжбүр болдық дейді. Ал полиция денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған мәлімдеді. Полиция қызметкерлері бейнебақылау камераларындағы жазбаларды алып, зерделеп, куәгерлерден жауап алды. Сондай-ақ басқа да қажетті тергеу әрекеттерін жүргізді. Бейне жазба жәбірленушінің үстіне затының құлаған сәті тіркелген. Қазіргі уақытта оқиға барлық мән-жайы анықталуда. Осы фактіге қатысты бір тұлғаны анықтап, оны заңда белгіленген жауапкершілікке тарту бойынша барлық қажетті шаралар қабылдануда. Күдіктінің кінәсі дәлелденсе, оған заң бойынша 200 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынуы мүмкін, немесе өзге жаза тағайындалады. Сонымен қатар мұндай істерде тараптардың татуласуына да заң мүмкіндік береді. Ал Көкшетауда көлік ұрлығы тосын оқиғамен аяқталды. Петропавлдан келген мас ер адам көшеде есігі ашық тұрған автокөлікті көріп айдап кетпек болған. Ең қызығы, көліктің ішінде иесі ұйықтап жатқан. Бірақ бұл жайт ұрыны тоқтатпаған сыңайлы. Күдікті көлікті жүргізіп қаладан шығып кетпек болған, алайда оны жолда полиция тоқтатты. Тәртіп сақшыларының күдігін не тудырғаны белгісіз, дегенмен олар көлік ұрлығын ізін суытпай ашып үлгерді. По факту угона начато досудебное производство. Бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің әрекеті көлік құралын ұрлау мақсатынсыз заңсыз иелену, яғни айдап әкету бабы бойынша сараланып жатыр. Полицейлер жүргізушілерге көліктің кілтін оталдыру тетігінде немесе салонда қалдырмауға кеңес береді. Өйткені бір сәттік салғырттықтың соңы қылмыспен аяқталуы мүмкін. Нұрай Серікбайды өлтірді деген күдікті қыздың өзі бірінші пышақ сұққан мәлімдеді. Шымкентте Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты сот процесі жүріп жатыр. Бүгін айыпталушы Шерхан Аймаханнан жауап алынды.
Бүгінгі сот тергеуінде алғаш болып жауап берген күдікті Шерхан Аймахан бірнеше жаңа мәліметпен бөлісті. Мәселен 11 қаңтар күні бойжеткенмен айырылысатынын айтуға барғанда Нұрай маған бірінші болып пышақ сұқты. Ары қарай есімде жоқ деген мәлімдеме жасады. Ал оған дейін қыздың тұрмысқа шығуға өз еркімен келіскенін айтты. Тіпті бірнеше ай бойы қанша сомада ақша беріп көмектескенін және сыйлық бергенін атап өтті. Айыпталушының айтуынша, оқиға болған күні Нұраймен арадағы қарым-қатынасты тоқтатып, сақинаны қайтармақ болған. Кездесуге шығар алдында көлігінің зат салғышын ашып, ішінен 2 пышақты көргенін, кейін оларды киімінің қалтасына салып, ұмытып кеткенін айтты. Громадтың алдында жолықтырған кезінде мен Нұрай келді. Кейінгізі мен бірінші Нұрай қалайсың дедім. Нұрай жақсы өзің қалайсың деді. Содан кейін мен айттым, бұлай істеп жүрген дұрыс емес, мазақ қылып жүрсің ба, қалай болды, солай айттым. Және де мен бір кезде өзім машинада қалып кеткен бұрын жүзігін өзіне тапсырып, болды айырылсамыз. Бұдан кейін мен сөйлесуге де, жүруге де зауқым жоқ деген кезде ол кальцоны алып, жинанып, жолдың бетіне лақтырған болатын, және де неше түрлі боғауыз сөздер айтып, мен көкірегінен ұра бастаған болатын. Және де сол кезде пышағым сезіліп, Нұрайға пышақты ұсынған болатын. Оданша мен пышақта дедім, және де ол сол қолын алып, былай ерін жалап тұрған кезде мен қарап тұрдым барлық іс-қимылын, және де сол қолымен маған соққы жасаған болатын міне ішіме. Сол кезде мен артқа шегініп үлгердім, содан кейін қалай болғанын есімде жоқ. Ал көлігіндегі 2 бірдей аңшылық қаруды 2023 жылы аңға шыққанда және ет кесуге қажет болып қалар деп сатып алғанын айтты. Күдікті Нұрайды өлтірген сәтте аффект жағдайында болғанын жеткізді. Алайда аффект сөзінің мағынасын түсіндіріп бере алмады. Шерхан Аймаханның айтуынша жәбірленуші екеуі қыз-жігіт болып жүрген және Нұрайға үйленуге сөз салған. Тек бойжеткен келіскен соң ғана Шымкентке қарай жолға шықтық дейді ол. Сөз салған болатын гүлшоқтармен. Өзі суретке түсіп алған, мен түсірдім. Ол жерде сөз салған кезде ешкім түсірмеді, бірақ кейін гүлмен гүл шоғын бердім. Әке-шешесі қоймай алып кетті, қарсы болам деп. Және де екеуміз отқан кезде де әкесі не деп айтқанын білмеймін, әйтеуір қайт деп жаман сөздер айтқан. Айыпталушы кінәсін мойындаған жоқ. Ол 2019 жылы бассейнге құлап басын ұрып алғанын, жалпы апталап есін жоғалтып жүре беретінін айтты. Десе де айыпталушы кешірім сұрады диагноз үшін. Сөзінше Нұрай күдіктінің диагнозы туралы білмеген. Еске салайық, сот психиатриялық сараптама Шерхан Аймаханның сау екенін растайтын анықтама берген. Мен осы іс-әрекетінен Нұрайдың ата-анасынан және ағаларынан, туысқандарынан, және де өзімнің әке-шешемнен, және де барлық әулетімнен кешірім сұраймын. Бұндай іс-әрекетке мен жетеді деп ешқашан ойламаған. Және бүкіл Қазақстаннан кешірім сұраймын. Осы мен осындай ауруым бола тұра, емделуге жатпай, өз-өзіме қарамай, осындай жағдайға жеткенімнен кешірім сұрап жатырмын. Ауруының салдарынан оқиғаның қалай болғаны есімде жоқ деген күдікті Нұрайға қосымша арқылы қанша қаржы аударғанын, қолма-қол ақшаны қанша сомада және не үшін бергенін тізіп айтып берді. Сондай-ақ сот тергеуінде жәбірленушінің өкілі Бауыржан Сағынбек жауап берді. Жалғыз қызы туралы естеліктерімен бөліскен әкесі Нұрайға күдіктінің ақша бергені туралы кейіннен білгенін және ол ақшаны қайтарып бергенін атап өтті. Нағыз ешқандай ер азаматқа лайық жігіт емес деймін. Ешқандай адамды қасиеттен жұрдай, тәрбиеден жұрдай. Полициясына бөліміне, прокуратураға барып, арыз шағымды бердім. Егер де осылардың барлығы бір шара қолданған кезде бұндай нәрсе болмайтын еді. Айта кетсек, дәл қазір сот тергеуінде марқұм Нұрай Серікбайдың анасы куәлік беріп жатыр. Гүлден Асид Расул, Мирас Ашенов, 7-ші арна, Шымкент. 68 тонна су шашылды. Батыс Қазақстан облысында өртенген Хантоғайы орманына тікұшақ аспаннан шелектеп су төкті. Қою түтін тұрғындарды біраз әбігерге салған, өрт толық сөндірілді. Тілсіз жау шамамен 18 гектар аумақты шарпыған, зардап шеккендер жоқ, ал Зашаған кентіндегі қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында өрт әлі сөндіріліп жатыр. Құтқарушылардың жұмысына екпінді жел мен қоқыстың бықсығаны кедергі келтірді. Соған қарамастан мамандар тәулік бойы су тасымалдап сөндірілген аумақтарды топырақпен жауып жатыр.
Өртті сөндіру жұмыстарына бульдозерлер, экскаваторлар және фронталды тиегіштер сияқты инженер техника белсенді түрде тартылған. Арнайы техника топырақты жылжыту және нығыздау, бықсып жатқан қалдықтарды топырақпен жабу, оқшаулаушы қабаттар жасау және өрт техникасын өрт ошақтарына кедергісіз жетуін қамтамасыз ету үшін технологиялық жолдар салу жұмыстарын атқаруда. Қырық жамау құбырлар жаңартылады. Еліміздің коммуналдық және инженерлік инфрақұрылымын жаңғырту үшін 13 триллион теңге бөлінбек. Ауқымды жаңарту жұмыстары халықтың басты мәселелерін шешуге бағытталған. Еліміздің коммуналдық және инженерлік инфрақұрылымының тамырына қан жүгіретін болды. Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасының қабылдануы күрмеуі шешілмей келген түйткілді шешетін сияқты. Жаңа жоба жылу, электр сумен жабдықтау және су бұру салаларындағы табиғи монополиялардың 247 субъектісін құрайды. 2029 жылға қарай 70 коммуналдық кәсіпорынды тәуекелі жоғары дағдарыстық аймақтан шығару жоспарланып отыр. Тұрақты инфрақұрылымны бар кәсіпорындарын үлесі шамамен 3-тен 2-сін құрауға тиіс. Ағымдағы жылы жалпы көлемі 1 триллион 138 миллиард теңге қаржы есебінен 12 мың шақырым инженерлік желі жөндеу көзделген. 5 жылдық инвестицияның жалпы көлемі 13 триллион теңгені құрайды. Осы уақыт ішінде талай жыл жыр болған коммуналдық қызметтің жыртығы жамалып қалуға тиіс. Мамандардың есебінше аталған қаражат инженерлік инфрақұрылымның тозу деңгейін 40%-ға дейін төмендетпек. Яғни бұл қаражаттың есебінен 84 мың шақырым инженерлік желі жөнделіп жаңғыртылады. Жалпы қуаты 7300 мегаватт болатын энергия көздері іске қосылады. Сондай-ақ 27 энергия өндіру нысаны салынып жаңғыртылады. Нәтижесінде желілік инфрақұрылымның тозу деңгейі ел бойынша орта есеппен 40%-ға дейін төмендейді деп отыр жауапты ведомстводағылар. Ұлттық жоба аясында 2000 шақырымға жуық сумен жабдықтау және су бұру желілерін реконструкциялауда жоспарлануда. Жаңа жобаны іске асыруға жеке және шетелдік капитал тартылған. 2026 жылға мақұлданған қарыз қаражатының жалпы көлемі 625 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 6 жетекші халықаралық қаржы институты қарастырылған. Бұл шаралар ұзақ мерзімді әрі төмен құны бар қаржы ресурстарын тартуға мүмкіндік береді, деді ұлттық экономика вице-министрі Асан Дарбаев. Сонымен бірге тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың бірыңғай цифрлық платформасы смарт тұрмыс платформасының 2 модулін енгізу жұмыстары да жүріп жатыр. Еліміздегі инфрақұрылымды жаңғырту барысында қажетті тетіктерді реттеуді премьер-министр тиісті ведомстволарға қатаң тапсырды. Ұлттық жобаны жүзеге асыру мәселесі мемлекет басшысының тікелей бақылауында. Қажетті нормативті құқықтық база толықтай қабылданды, инвестициялық жобаларды қаржыландыру тетіктері айқындалды. Өңірлерде ауқымды жөндеу жұмыстары басталды. Белгіленген нысаналы көрсеткіштерге уақытылы қол жеткізу үшін инфрақұрылымды жаңғырту қарқынын сақтап қана қоймай, одан әрі арттыра түсу қажет. Ұлттық экономика министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, ұлттық жобаны іске асыруға бағытталған инвестициялық қаражаттың тиімді игерілуін қамтамасыз етуге тиіс. Барлық өңір әкімдіктері биылғы 1 қыркүйекке дейін 2027 жылға жоспарланған жобалар бойынша ұлттық жобаның электрондық платформасына тиісті өтінім жіберіп, оларды мүдделі тараптармен келісуді қамтамасыз етуді тапсырды. Әрбір басшы ұлттық жобаның нақты мақсатты көрсеткіштеріне қол жеткізуге және барлық іс-шараның уақытылы жүзеге асырылуына тікелей жауапты, деді премьер-министр. Айта кетейік, мемлекет басшысының тапсырмасымен үкімет энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасын іске асырып жатыр. Еліміздегі бүкіл базалық инфрақұрылымның ауқымды құрылысы халықтың тұрмыс сапасын арттыруға және экономиканың одан әрі орнықты өсуін қамтамасыз етуге бағытталған. Айзат Тұрғынбекқызы, Жамил Бейсенов, 7-ші арна. Энергетика министрлігі үкіметте елдегі жарық пен жылу жүйесін жөндеу жоспарын көрсетті. Алдағы уақытта шамамен 1 триллион теңгеге жуық қаржыға 100 жоба іске асырылады. Атап айтсақ, мыңдаған шақырым электр сымдары жаңартылады. Қазірдің өзінде бірқатар жұмыс басталған, нәтижесінде ескірген сымдар ауыстырылады. Мысалы, Түркістан мен Шымкентте 2 бірдей жоба аяқталып, 100 шақырымнан астам желі жаңартылды. Жылу жүйелері де назардан тыс қалған жоқ. Елдегі ескірген жылу құбырларын жаңарту үшін 137 жоба қолға алынған. Басты мақсат алдағы жылыту маусымын тұрғындар үшін іркіліссіз әрі қауіпсіз жеткізу.
Төбесі қисайған мектеп Солтүстік Қазақстан облысы Белая ауылындағы ескі ғимараттың орнына жаңасы салынып жатыр. Аймақтағы 14 білім ошағы күрделі жөндеуден өткен. Жаңа оқу жылы қарсаңындағы қарбалас жайында тілшіміз Самат Қайырденұлы баяндайды. Облыс орталығынан 9 шақырымдай ғана жерде орналасқан Белая ауылындағы мектеп былтыр көктемде апатты деп танылды. Содан бері 100-ден астам оқушы көрші Пенкова елді мекеніне қатынап оқуға мәжбүр. Ата-аналардың талабынан кейін ескісі бұзылып, орнына жаңа білім ұясы тұрғызыла бастады. Оның құрылысы жоспар бойынша келер жылы қаңтар айында аяқталуы тиіс. Түстен кейін оқып жүрміз, түстен кейін қараңғы болады, сосын аязды күндер бар, сондай мәселелер туындап отыр. Сондықтан біз барлығымыз ауыл тұрғындары өте жаңа мектепті күтіп отырмыз. Жаңа мектеп ашылса, қазақ сыныптары ашылса, өте жақсы болады. Қызылжар ауданындағы Соколов орта мектебі де әбден тозған. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары пайдалануға берілген ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. 260 бала білім алатын мекемеге 200 миллион теңге бағытталды. Жоба 2 жылға арналған. В этом году часть будет отремонтирована. Жоспарланған жөндеу жұмыстарының бір бөлігі биыл аяқталса, қалғаны келер жылы жүзеге асырылады. Қазір шатыр ауыстырылып, жылыту жүйесі, спорт залы және кіреберісі жаңа кейіпке енеді. Барлық жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Ата-аналар, оқушылар бәріміз қадағалап, асыға күтіп отырмыз. Білім басқармасы өкілдерінің сөзінше, өңірде ұзын саны 100-ден астам мекеме қалыпқа келтіріледі. Олардың дені ауылдық жерде. Айта кету керек, нысандардың 65%-інде шаруалар аяқталған. 14 білім беру нысанында күрделі жөндеу жүріліп жатыр биыл. Оның 11-інде орта білім беру нысаны, мектеп пен балабақшаларда су жүйесі, электр жүйесі, жылыту жүйесі жаңартылып келеді. Оған қоса шатыр, қасбет, кіреберістер жөнделуде. Жұмыстардың барлығы жаңа оқу жылдың басталғанға дейін аяқталуы тиіс. Бүгінде өңірде 444 мектеп бар, оның көбі ескірген, сондықтан жауаптылар бұл мәселені кезең-кезеңмен шешуді жоспарлап отыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, 7-ші арна. Сайлауға 27 күн қалды. Қазір саяси дода алдындағы үгіт-насихат науқаны қызу жүріп жатыр. Ол 22 тамызға дейін жалғасады. Сайлаушылар үшін басты өзгеріс. Дауыс беру бірыңғай жалпыұлттық сайлау округі бойынша партиялық тізіммен өтеді. Азамат өз округінен жекелеген кандидатты емес, саяси партияны таңдайды. Партия қанша дауыс жинаса, сонша мандатқа ие болады. Құрылтайға өту үшін 5% межеден өту талабы сақталады. Естеріңізге салайық, сайлауға ресми түрде 7 саяси партия қатысады. Олардың барлығы кандидат тізімін орталық сайлау комиссиясына тапсырды. 22 тамыз тыныштық күні деп жарияланды. Бұл күні кез келген сайлау алды үгіт-насихат жүргізуге тыйым салынады. Ал 23 тамызда құрылтай сайлау өтеді. Құрылтай өкілеттік мерзімі 5 жыл болатын 145 депутаттан тұрады. 23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауын бақылау үшін халық үні тәуелсіз бақылаушылар тобы құрылды. Миссиясы сайлаудың ашықтығын, әділдігін және әрбір дауыстың заңға сәйкес саналуын қамтамасыз ету. Ұйым алдындағы саяси науқанда жинақталған тәжірибеге сүйеніп, бақылаушыларды іріктеп оқытуға кірісті. Саясаттанушылар мен қоғам қайраткерлері оларға жұмыс форматын түсіндіруде. Қазақстандық университеттердің халықаралық беделі артып келеді. Британдық QS рейтинг агенттігінің журналында жарияланған мақалада осылай айтылған. Сарапшылар мұндай нәтижені жоғары білім реформаларының нәтижесімен байланыстырады.
QS әлемдік университеттер рейтингіне еліміздің 18 жоғары оқу орны енді. Бұл орталық Азиядағы ең үздік нәтиже. Ал Азия университеттері тізіміне Қазақстанның 44 университеті кірсе, пәндер бойынша әлемдік университеттер рейтингіне 13 жоғары оқу орны енген. Сондай-ақ тұрақты даму рейтингінде еліміздің 23 жоғары оқу орны бар. Ең қызығы 2023 жылы бұл тізімде Қазақстаннан бірде-бір білім ордасы болмаған. Студенттер үшін ең қолайлы қалалар рейтингінде де еліміздің көрсеткіші едәуір жақсарған. Алматы бірден 13 сатыға жоғарылап, әлемде 78-ші орынға тұрақтады. Ал Астана 118-ші орыннан көрінді. Сарапшылар мұны еліміздің шетелдік жастар үшін білім алып, өмір сүруге қолайлы бағытқа айналып келе жатқанмен байланыстырады. Бұл деген Алматының шетелдік студенттер үшін өте тартымды болуын көрсетуде. Алматыдан бөлек Астанада өте жақсы нәтиже көрсеткен. Қалалардың жалпы тартымдылығы, қауіпсіздігі, Қазақстандағы жүріп тұруларының, шетелдік студенттердің оқу ақысының әлдеқайда төмендігі басқа елдермен салыстырғанда, өмір құнының да арзандығы тартымды болып отыр. Бүгінде отандық университеттерде 37 мыңнан астам шетелдік студент білім алып жүр. Олар көбіне медицина, инженерия, техникалық және педагогикалық мамандықты таңдайды. QS рейтингі университетті бір ғана көрсеткішпен бағаламайды. Сарапшылар оқу орнының академиялық беделі, оқытушылар құрамының деңгейі, ғылыми зерттеулер, жұмыс берушінің бағасы, халықаралық серіктестік және өзге де 9 негізгі индикатор бойынша саралайды. Академиялық беделге мына университеттің шетелдік әріптестермен қалай тығыз етене жұмыс жасайтыны ескеріледі. Біздің университетте көптеген мемлекеттермен қос дипломды бағдарламалар бар. Яғни бұл жерде әртүрлі форматта жүреді. 3+1 немесе 2+2, яғни 2 жыл бізде, 2 жыл шетелдік университетте жұмыс жасайды. Сарапшылар мұндай нәтижені жоғары оқу орындарына берілген академиялық дербестікпен, университеттердің жеке даму стратегиясының қалыптасуымен және жоғары білімді интернационалдандыру бағытындағы реформалардың нәтижесімен байланыстырады. Динара Барсақбаева, Сәбит Наурызбаев, 7-ші арна. Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында Алматының Түрксіб ауданында қоғамдық кеңістіктерді абаттандыру жалғасып жатыр. Жаңартылған нысанның бірі Жаһангір көшесіндегі аула. Мұнда халық қатысатын бюджет бағдарламасы бойынша құны 63 миллион теңге болатын жоба жүзеге асырылды. Аумақ толығымен жаңартылды. Асфальт төселіп, сыртқы жарықтандыру шамы, орындық қоқыс жәшігі, жаңа теннис үстелі мен балалар ойын алаңы салынды. Абаттандырылған тағы бір нысан Сәкен Сейфуллин атындағы Гүлзар. 2 гектар болатын аумақта демеушілердің қаражатынан 150 мыңға жуық гүл мен сәндік өсімдіктің ондаған түрі отырғызылды. Алматыда туристік инфрақұрылымды дамыту аясында ұзындығы 1000 шақырымнан асатын соқпақ цифрландырылды. Олардың басым бөлігі туристерге қолайлы болу үшін арнайы жабдықталған. Маршруттық бағытта навигациялық көрсеткіш, ақпараттық стенд, ескерту белгісі, ауысу жері бар. Әсіресе белсенді демалысты ұнататындар үшін кемпинг аймақта жасақталды. Ал саяхатты алдын ала жоспарлауға цифрлық карта мен табиғи және тарихи нысан туралы ақпарат беретін аудиогид көмектеседі. Айта кетейік, әрбір жаңа бағыт абаттандырылмас бұрын мамандармен және ұлттық парк әкімшілігімен келісіледі. Жоқ, осының өзі. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.